солтүстік Қазақстан университетіндегі 1200 орындық жатақхананың ашылуы құтты болсын. Петропавлда бүгінгі таңда елдегі ең ірі жатақхана ашылды. Ғимараттың аумағы 27 000 шаршы метрді алып жатыр. Студенттердің игілігіне салынған нысанның құрылысы 2022 жылы басталған болатын. Кейін жарық заман талабына сай жабдықталған жатақхана толығымен тапсырылды. Нысанның салтанатты ашылуына облыс әкімі Ғауез Нұрмұхамбетов қатысты. Бүгінгі қуанышты күнімен жаңа жатақханамен сіздерді баршаларыңызды шын жүректен құттықтаймын. Солтүстік Қазақстан университеті еліміздегі іргелі жоғары оқу салаларының орындарының бірі. Мемлекет студенттерге бар мәселелерді түгел жұмыстарын шешіліп жұмыс істейді. Бүгінгі ашылатқан студенттер үйі соның дәлелі. Құрметті студенттер, қоныстарыңыз құтты болсын. Студенттер үйінде барлық жағдай тиісті деңгейде жасалған. Асхана, медициналық пункт, коворкинг орталығы тіпті спорт залына дейін бар. Ал оқушылардың жатын бөлмесі 2-ші қабатта орналасқан. Тиісінше білім алушылар дән риза. Бірінші курс студенті Егор Рохин Қазақстанға Ресейдің Екатеринбург қаласынан келген. 18 жастағы ер азамат Қазақстанда американдық диплом алу мүмкіндігіне қызығушылық танытқанын айтады. Меня заинтересовала возможность получения американского диплома. Екі елдің арасы қатты алыс емес, басқа алыс жаққа кетпей-ақ сапалы білім алу мүмкіндігі бар. Мұнымен қоса студенттерге осындай заманауи жатақханалар салынып жатқаны қуантады. Бұл оқуға ынталандырады. Мұндай ғимаратта басқа да көптеген мүмкіндіктер бар. Бос уақытында зая өткізбей пайдалы іспен айналысуға болады. Елордадан келген Марғұлан Тұрсынхан да 2 дипломдық бағдарлама жайында егжей-тегжейлі біліп таңдауы Қозыбаев университетіне түскен. Студент бұл шешім болашақта үлкен мүмкіндіктерге жол ашатынына сенімді. Жаңа жатақхана білім алушының көңілінен шыққан. Мен осы жаңа жатақхана ашылғанына қатты қуаныштымын. Менде мына жерде бәрі ұнайды. Заманауи барлық жағдайлар жасалған. Және мен осы жатақхана бәріне ұнайды деген үміттемін. Қозыбаев университетінде барлығы 1365 орындық 4 жатақхана бар. Жаңа студенттер үйін пайдалануға беру тағы 1200 орынды енгізуге мүмкіндік берді. Бұл тек облыстағы ғана емес, Қазақстанның басқа өңірлері мен шет елдерден де студенттерді тартуға мүмкіндік бермек. Проект реализован по прямому поручению главы государства. Бұл жоба мемлекет басшысының тікелей тапсырмасы бойынша іске асырылды. Мәселе студенттік жатақханалар орындарының тапшылығын шешуге бағытталған. Бұл нысанды Солтүстік Қазақстан облысының әлеуметтік экономикалық даму жоспары аясында салынды. Жатақханада тренажер залы, кафетерийлер, тамақтану пункттері, коворкинг аймақтары бар. Мұның бәрі біздің студенттерге ыңғайлы жағдайда сапалы білім алушы жасалды. Жаңа студенттер үйінің ашылуы жатақхана қажеттілігін толығымен жабуға септік тигізбек. Айта кетейік, бүгінгі таңда Қозыбаев университетінде 6000-ға жуық студент оқиды. Алдағы уақытта білім алушылардың санын 9000-ға дейін арттыру жоспары бар. Дана Асылханқызы, Қазбек Арықбаев, Первый Северный телеарнасы.